анасы өте тамнекен. Үйінде күшті болады. Синнабондарды корицасыз жегілеріңіз келеді ме? Онда какаомен жасап көрейік, кеттік. Ең бірінші тестісін илейтін боламыз. Ол үшін жылы сүттің үстіне қантымызды, кішкене шымшым тұзымызды, ашытқымызды салып, жақсылап араластырамыз. Оның үстіне ерітілген сары майымызды құямыз. Міне осылай венчиктің көмегімен араластырып тұрамыз. Оның үстіне жұмыртқамызды салып, жақсылап араластырамыз. Ендігі кезекте електен өткізілген ұнымызды салып, осылай жұп-жұмсақ қамыр илеп көтеруге қойып қоямыз. Менде уақыттың тапшылығынан осындай қатты көтерілген жоқ. Міне осындай дайын болды. Осылай квадрат етіп жасап аламыз тестімізді. Оқтаудың көмегімен толықтай жазып шығып, үстіне ерітілген сары майымызды 82% жағып шығамыз. Арасына жағуға қанттың үстіне какао салдым, және де ванилин салдым. Бізде өзім де, балаларым да бәрі де корицаны ұнатпайды. Сондықтан да мен осылай какаомен жасап көрдім. Шоколадты өте дәмді болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Міне осылай орап аламыз да, рулет сияқты етіп. Бұл жерде пышақпен емес, жіппен осылай видеода көрсетілгендей бөліп шығасыздар бөліктерге. Сол кезде үсті басылмай, күшті етіп бөлінеді. Міне осылай бөліп шығасыздар. Енді пешімізді қыздырып қоямыз да, осылай противенімізге қағазымызды төсеп, синнабондарымызды орналастырамыз. Енді синнабондарымыз пісем дегенше бетіне жағатын кремді дайындаймыз. Ол үшін сары май мен творожный сыр және де сахарный пудраны пайдаландым. Міне осындай күшті крем пайда болды. Міне пісіп шыққан синнабондарымыздың үстіне сол кремімізді осылай әдемілеп жағып шығамыз. Өте дәмді, нәзік, күшті болып шығады. Корицаны ұнатпайтын болсаңыздар, осылай какао мен де синнабондарды жасап жеуге болады. Парақшам пайдалы, тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Және де бұдан басқа да күшті рецептермен бөлісетін боламын. Жасап көріңіздер, ас болсын. Күшті.